Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы сөмкеде не бар? Что есть в сумке? Тыңда, қайтала, послушай, повтори. Мынау сөмке. Это сумка. Сөмкеде не бар? Что есть в сумке? Сөмкеде кітап, дәптер, сызғыш, қарындаштар бар. В сумке есть книга, тетрадь, линейка, карандаши. Сөмкеде не бар? Что есть в сумке? Сөмкеде кітап, дәптер, қалам, қарындаш, қайшы, желім, сызғыш, өшіргіш бар. В сумке есть книга, тетрадь, ручка, карандаш, ножницы, клей, линейка, ластик. Суретке қара, сұраққа жауап бер. Посмотри на картинки. Ответь на вопрос. Сөмкеде не бар? Что есть в сумке? Сөмкеде қарындаштар бар. В сумке есть карандаши. Сөмкеде кітаптар бар. В сумке есть книги. Сөмкеде дәптер, қалам, қарындаш бар. В сумке есть тетрадь, ручка, карандаш. Тақпақ жаттаймыз. Учим стихотворение. Кітап жатыр сөмкеде, қалам жатыр үстелде, дәптер жатыр партада, бәрі орнында. Сен мектепке бар, оқу құралдарын ал, кітап, қалам, өшіргіш, қарындаш, дәптер, сызғыш. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.